Бүгін бір жақсылық демалам деп едім, әттең есікті қағып тұр. Қарасам келіп тұр, әпкең ел аман қалайсың? Сыйлығым бар саған деген балама қарай тұр. Бір жерге барам да келем, Үйбай-ай, как будто мен үшін туғандай. Не болдай, өзің бала болмағандай. Ойнатсай, жүре береді де жыламай. Мен бала қарай алмайын ғой, алып кетсей. Бай-бай, қалдырып кетсені мамаң. Қалай қарай менде саған? Мына балаң көнбей жатыр, келмей жатыр шамам. Звондай бермешей маған, жылап жатыр ғой енді балаң. Ойыншық беріп, далаға шығарып, сәл алдай тұрш, кәз барам. Әкон-ай, саған мультик қосып берем. Жыламай, отырсаң көп кәмпит берем. Әпкетай, балаң жылағанын қойды, тезірек енді сен үйге келсең болды. Телефон ұстатпа қолына, кәмпит беруші болма. Берген жоқпын, қазір ғана ұйықтап қалды қолымда. Үйреніпсің ғой демде, енді уайымдамай менде. Ұйықтаған жақсы болып тұнда, жезден екеуміз асықпай алып кетеміз түнде. Ұйықтамай күндіз түнімен, ақша жинап жүрмін мен. Саяхат көлік үйге емес, тісімден бір күнмен. Бара алмай жүрмін қанша күн, стоматологтан қорқамын. Ауыртпай жүрсе апарам, өзінен емесей бағаларынан қорқам. Неге тым қымбат, сонысын түсінбеймін. Біздегі айлыққа қалайша түсем деймін. Неліктен жұмысымыз үнемі еленбейді, бағаңды халықтың қалтасы көтермейді. Рахмет сізге, жақсы болып қалдым, ауырған тісіңнің барлығын алдым. Бір сағат ештеңе жеуге болмайды, әй бірақ жейтін ақшаңда қалмайды. Хотелкаларыма жоқ дедім, емдейтін жерім көп менің. Міне енді жететін шығар, енді бір-екі кісіге жеткізуге болады. Ешқашан жалықпа, ауырса емдетуден. One Dent'тей орталық, таппайсың жер бетінен. Білікті мамандар күтеді мұнда сені, кетпесін деп сенің күлкі келбетіңнен. Скидка бола ма келсек One Dent'ке? Осыны сториске ала кетсеңіз болады, әлбетте. Мен дүкенге кеттім, әйелім менің жүкті, жеріктігі ұстап қарбы жегісі кепті. Күйеуімді жібердім, тағы ұйқысын бұзып, ренжімеші жаным, жүктілік осынысымен қызық. Көңіл күйім өзгере береді, бірден бірде жылап кенет, бірде күле берем. Мен үшінші қабатта тұрамын, әр жерге бір тоқтап әрең шығамын. Наз киімді кигізіп жіберші, сосын тағы бауымды байлап берші. Үй тірлігін бастап едім, тағы ұйқым кеп жайына қалды бәрі. Түнде тез ұйықтап қалуға күнде тырысып келемін, әйтпесе қайта-қайта уборныйға бара беремін. Ұйықтай бермей тұршы тез, жаным сен маған қара. Баланы жасайтын екеуміз, қиналатын неге мен ғана? Жүкті әйелдей әлемде сұлу адам жоқ әлі, тек анада екі жүрек бір мезетте соғады. Ана менен сәбидің денсаулығын ойласаң, мама босқа ойланбастан келсеңіздер болады. Жүкті әйелге арналған киімдері ыңғайлы, емізулі анаға да сырмасы бар қолайлы. Осы жерден табасыз қажеттінің барлығын, мама бос аналарға жайлылықты қалайды. Жұмыста менің әртүрлі коллегаларым бар, бірге күнде қызық олармен таныс болыңдар. Мынау келіп алып жұмыста ұйықтайды күнде, түсінбедім осыны, не істейді екен үйінде. Айлық аз, бізде басшылыққа айту керекпіз, сосын жұмыстан уақытылы қайту керекпіз. Сен ақ осы отырасың бәрін жақтырмай, бастыққа барып айтшы, бастық аттырмай. Үйде қап кеткен тәттілерімен жұмысқа келіп бізге шай береді. Бәрі бір үйде ешкім жемейді, жұмыстағылар бола береді. Ең кішісі мен, үлкен кісілермен коллега болсаң сені жұмсайды бәрі. Осы жұмысқа таныспен кірдім, маған енді келмейді ешкімнің әлі. Әй, телефон алыпсың ғой, жумайсың ба? Өлі әпке, сіз үй алдыңыз, күйеуіңіз көлік алды, балаңыз үйленді, бір жумадыңыз ғой. Бізге айта береді екен шу-шу деп. Құры бар я, жумасаң жымот. Қашан қарасаң да ол отырады, жеп тамақ бояна береді екен, айнасына көп қарап. Осы ғана жұмысты істейді шын беріліп, кино көріп отыр мен жұмыс дегенде көрініп. Білесің бе бастықтың екі әйелі бар екен, біріншісі бәлеқор, іші жамантар екен. Оны қойшы өткенде бухгалтермен екеуі, ей, тыныш отырып жұмыстарын істесеңдер не етеді? Өздеріңе көңілім алыс кетсе алаңдар, әріптестер сендер ғой маған жақын адамдар.
Келді міне осы күнді көптен бері күттім. Аңсап жүріп наконец-то декреттен шықтым. Не деп тұрсың түсінбедім жаным сонда қалай. Мен өзіме уақыт арнайм енді бұдан былай. Қайда кеттің сен, тыңда сөзімді. Кеттім салонға, реттейм өзімді. Үйге кім қарайды, бала шағамен. Кім қарайтын ет, ол әрине сен. Шықпағасын қыдырып көшеге күнде, қала деген өзгеріп кетіпті мүлде. Қарны ашты не істейін мына баланың, енді жейтін бірдеңе берсей мен кейін барамын. Қайдасың сен барсың ба қашан келесің, не болып қалды мазалап звондай бересің. Мына балаң бөлдірді үстінің бәрін, енді киімін ауыстырсай давай мен массаждамын. Балаларға қараймын деп ашып кетті миым, қиындықпен жолықпаппын мен бүгінге дейін. Әйелім бар кезде менің тыныш еді үйім. Үйдің тірлігімен балаларға қарау не деген қиын. Әйелің ол үйіңнің берекесін келтірет, жанашыр бол көмектес, оңай емес декрет. Отбасыңның ұйытқысын алақанда аялап, керек болса құрметтейік аптасына 7 рет. Үйде ойнап жүргенде жалғыз өзім жүгіріп, абайсызда вазаны алғанымай сындырып. Не істейменді білмеймін, қашсам бекен далаға, біліп қойса өлтірет, қалай айтам мамаға. Ұрыспайсың ба анашым, бірден айтсам бола ма? Жарай дұрыспайм айта бер, не білдірдің сен бала? Залда тұрған вазаны сындырып алдым қарашы. Сындырып алған нес, иттің қана баласы. Қашпай жылдамында келі тез жаныңның барында. Білемін ғой барған мен, ұрасың ғой тағы да. Жыламасай бозарып, ұрған жоқпын мен әлі. Көп сөйлемей оңбағаны алып берші ананы. Ой бұл баламды қаттырып қойдым ау дейм. Әкүнай келші жылама, жасын сүртші көзіңнің. Байқамай қаппын ойбай ай, балам екен ғой өзімнің. Тамағыңды шботамау, келші құйып берейін. Ауырған жоқ па еш жерің, кәне көрейін. Ол қызына тілейтін тек бақыттың баянын. Жеп өскен біз ананың тамағы мен таяғын. Жатыр ем түнде телефон қарап, ұйықтайын бір болып қалыпты сағат. Ұйықтамай тұра тұр бауырым неге, бірдеңе жеміз кеттік тез ас үйге. Болмаған түнде айналады досқа, майонезбен күшті кетеді лепешка. Болды мен тойдым, ұйқым келіп барат, құмаш саған бола істеп жатырмын тамақ. Саған арнап істеген салатым бар тағы да, тәтті жейтін шығарсың пирогым бар жанына. Қызықтыра алмайсың ұйықтауға кетті мен, асықпаш аузыңды аш дәмін көрші алды мен. Маған қатты ұнады дәмі мүлде бөлек қой, мыналарды жақсылап шаймен ішу керек қой. Міне енді ұқсадың, өз-өзіңе жарайсың, тамағымда дайын болып, бұған қалай қарайсың? Жұмысқа кешігіп қалмайын ба, ұйқымда қалады қанбайда. Сен неге ұйықтамай отырсың, мен доставканы күтіп алмайын ба? Ренжіме тойдым өте, мен жатайын ұйқыға өтінем. Қорықпа ертеңге деп алдым, қарап қоя холодильникке салдым. Бас тарта алмай қиналып жүрмін түнгі тәбеттен, арылу керек еді дәл осындай әдеттен. Қонақтар келді біздің үйге қазір ғана, өзгерет бірден актриса ғой біздің мама. Бөлменен осындайда шыққым келмейді менің, амандас қонақтармен басың істейма сенің. Олар мені сүйеді бетімнен шөпетіп, мұна ұлың молодец қалыпты ержетіп. Шайдан алыңыздар аманда бала шаға, сен істеп отырсың мұнда құр бар ана жаққа. Осы үйдің кенжесі ма, бері келші балам, алып жүрсің бірдеңе мұны ақша саған. Неңіз бар еді үйретіп бұл баланы жаман, саған ақшаның не керегі бар бері кел маған. Телефон сұрайды, бермесең жылайды, тыңдамай шулайды қонақ балдар. Бірдеңе сындырып үйіңді бүлдіріп мазаңды кетіреді қонақ балдар. Қонақтар келгенде отқанда бөлмеңде осы нәрсе ұнамайды. Кел балам тілек айт. Қонақтарда үйлеріне қайтты міне, тазалық енді маған жасау керек үйге. Қорықпаймын өйткені бар менде таза өнім, қолданыңдар кеңес беремін мен бәріне. Жуатын киімді ыдыспен бұйымды, тазалайды үйіңді таза өнім. Кетпейтін дақтарға тұрмыстық заттарға әрқашан тиімді таза өнім. Мен ешкімге берілмейм деп ойлап ем жеңілмейм, шықпайтын еш қасымнан, жеңілем тек осыдан. Оңаймын мен бәріне, қарамаймын әліне, қарсы келе алмайды көбі маған әлі де. Клубта жүрмін мен, сағатасы 11-ден, общагаға кіргізбейді, кешкендерді мүлдем. Құмаш қайда барасың, кетсең өтқа қаласың, таңға дейін көңіл көтер, подружкаңдікіне қона саласың.
Мен келемін жақсы ақ ережені сақтап, жай жүресің неге әр жерге бір тоқтап, очкеңді тақсай, музыкаңды қоссай, сүйретіне бауырым газды бассай. Барет қаттайдап штраф салатын болды-ау. Уайымдама, оғанда бір барып қайтамын қазір. Көп киімдер қарадым, қаюбканы аламын, қысқасын ки бәрінің, аудартасың назарын. Ана қызды қарашы, зор екен фигурасы, болмайды айтпа маған, қара деймін саған. Ойлан досым сенде, өз-өзіңді жөнде, бұл күресте мықты бол, жеңіле берме, жақсылыққа ұмтыл, жамандыққа ерме, бір өтірік уақытша нәпсіге көнбе. Жұмыстан шығып мен үйге келемін, қарасам қоңырау соғып жатыр әйелім. Жақындап қалдың ба үй жаққа жаным ау, дүкенге соғып ала сал шанау мынау. Мен келдім шешінбей күте тұр, тоқташы, мусорды далаға апарып тасташы, тездетіп банканы ашып бере салшы, су ақпай қалыпты ваннаны көре салшы. Қарның ашпа тамақ бар, кешегіден қап кеткен, алдыменен дәмін көрш, ашып кеткен жоқ бекен. Жота дәмі бір түрлі ашып кеткен болса ше, өй жей берші, өлмейсің сонша не? Жанымында қарашы, қорқып тұрмын тез келші, таракан жүр осында бірдеңе ғып өлтірші. Шкафтарды жылжытшы, терезенің жанына, не боп қалды ұнамай қалды ма не тағы да? Есікті біреу қағып тұр, барып көрші кім екен. Ақша берш маған, салонға барам, кірпігімді істетем. Егі замат сақтайтын жұбайым деп сабырын, еркелесе көтерет бар қылығын жарының. Отбасым деп күндізін тыным таппай жүретін, еркектердің әрқашан білейікші қадірін. Мен кеттім жұмысқа, абайлап жүр, сен маған керексің. Группада талқылап жүріп, бұл күнді көп күттік, достармен жиналып ап, моюбкаға біз шықтық. Звондап жүріп бәріне ақшасын әрең жинадым, организаторымен жеткізе алмай қиналдым. Ананың қолынан алыңдар колбаса менен нанды, бармай жатып ақ тамақтар бітейін деп қалды. Суретке түсіріп жіберші мені жаным, осы фотоға түсір деп шаршатап тәрін. Демалысқа шықсақ бәрі шашылық жейді, маған көбі мықты пісіресің сен дейді. Ұнамады маған келген біз қандай жерге, үнемі саған ақ жақпайды осы неге? Тамақ дайын ба, иісі шықты лезде, қайдан келеді осылар бәрі дайын болған кезде? Қандай ғажап демалу достарыңмен оңаша, көтеріңкі көңілмен қуанамыз балаша. Алыс кетпей қосылып тұрсын шейі батсымыз, сендермен өткізген әр сәтіміз тамаша. Табиғатқа шыққан кезде ең бірінші міндетің, айналаңды тазалап кет, болу үшін құрметің. Мектептен балам күн сайын асығып үйге келет, сумкасын тастап далаға ойнауға бірден кетет. Ойын деп жүріп жайына қалды оның сабағы, үй тапсырмасын орындап беру бізге қалады. Басым қатып ағарды шашымда, барлық пәнді бөлдік жыл басында. Қазақ тілді орындайды мамасы, алма темге жауапты папасы. Әй бала сен қаншалдың қарашы, әй молодец, бес екен бағасы. Мәз болған ес дұрыстап санашы, қазір 10 балдық система ғой, ұмыттың ау шамасы. Қай сабақтан сен 5 алып келдің, мына түріңді келмей тұр көргім. Кім қателесті дүние танудан, мен әдебиетті орындаған, дүние тануда тасалған. Әне қара, көршілер оқыпты 90-дыққа, үздік боп шығыпты сабақтарға. Дұрыстап қарайық көршілерден, біз қалып қоймайық. Ата-аналар жанашыр тұлғалар баласы үшін, бәрінде қылғандар мың рахмет. Сендерге әрқашан каникулға аз қалды, сәл шыдаңдар. Сағынамыз әлі біз ең бақты шағымыз, жинастырып тірліктерді сериал көрушек бәріміз. Күнде кешке беретін, көп өзбей көретін, құш менен Юсуфты асау жүректен білетін. Кимина мен Суйон бәрін бірден қаратты, сүйіп көрдік Вабанкты сол кездер ай. Көк жалдар мекенінде барлық адам ұнатты, ұмытпадық Полатты сол кездер ай. Ай, үнемі жылаушы еді Каляни, ай, аямай сынаушы еді. F4 бәрінің есінде қалған еді, чемпионлар қыздардың арман еді. Денисті бәрі көрді қала менен ауылда, ал қызықтың барлығы мелек пенен бануда. Жұмын көр бала
кезде өтіп еді әр күнім. Сериалдағы адамдардың жаттап алып барлығын. Махаббаты берік еді назар менен әлидің. Қыналы қара әңгімесі айтатұғын әр үйдің. Үзілген жапырақтар көруші еді барлығы. Уайым болды бәріне риза бедің тағдыры. Көріп өстік біз бала кезімізде, бұның бәрі әрқашан есімізде. Мағынасыз мәнсіздер жоқ болса екен, дәл осындай сериалдар көп болса екен. Мамамен бірге базарға барамыз, маған жаңадан киімдер аламыз. Ананы мынаны алып берді бермеңдер, хотя бы мороженое алып берші мама ту. Жалғыз емес базарға баламенен келгенде, айналып біз өтеміз ойыншық дүкен көргенде. Киімдерің қаншадан? Әпке олар 10 мыңнан. 2,5-ға берсеңдерші өлдіңдер ма ақшадан? Балам мұнда қарашы, мынаш киім бола ма? Мама ұят болды ғой, қоя салшы орнына. Не болып қапты соншама? Жүрміз ғой біз базарда, дәл осында екеу алдым, біреу оның папаңа. Болдың ба, не істеп кеттің? Мама жапшы каз көріп қояды ғой бәрі. Өй, кім қарайын деп атырсаған құрше? Үстімдегі үлкен, жараспайды мүлдем. Қайтарып қой жеңін, өсесің ғой бірден. 2 размер үлкен, аяқ киім алдым. Зато 2 нәскемен киесің ғой қалың. Бутиктерге көптеп, клиенттер келет. Бір айналып келем деп, неге алдай берет? Аралап жүргенде танысың көріп қалады. 2 сағат тоқтамай әңгіме айтып тұрады. Осы жерде тұратыр, мороженое әперем. Пакеттерге қарай тұрып бір жерге барып келем. Аналар ол баласының кем болғанын қаламайды. Дәл осында еңбек үшін әрқашанда бағалайды. Өздеріне бір сәт сатып алмаса бірақта ешқашанда баласынан ештеңені аямайды. Біз сыныпта сол қыздар күндер өтет қызық, тыңдамайтын бір-бірін оқушылар бұзық. Болсақ дейміз әрқашан озаттардың бірі, көп біздің бұл сыныпта оқушының түрі. Апай анау телефон ойнап отқан несі, әкел бері аласың майдың 25-і. Тыныш отсай тоқылдақ, неге айтасың мені? Қазір сабақ біткен соң аямаймын сені. Соңғы партада ұйықтап отырады, қайту үшін сабақтан өтірік ауырады. Біреу сабақ айтса күле береді, қоңырау болса да жүре береді. Сабақ сұраймын, қайне кім дайын? Мен дайынмын апай, сабақ айтайын. Осы ғана дайындалып келеді үнемі, батпаник деп айтамыз бұны себебі. Апай бірдеңе ұмытыңыз мүлде, тапсырмалар неліктен бермедіңіз үйге? Рахмет саған еске салғаныңа. Нең бар айтып тыныш отыра алмадың ба? Үй тапсырмасына аз қойыпсыз маған, тексергенде дұрыстап қарамай ма адам? Маған сонша айтып тасадың ғой хатты, сенен бұрын туылып құдай сақтап қапты. Қыздар жігіттер ұбыты жақындап қалды, кесені аралап киелі жерлерге барайық та. Иә дұрыс айтады, ертең қиналып қаламыз. Сусындатқан біздерге білімнің бар нәрін, ұлағатты құрметте ұстаздардың бәрін. Естелік бұл қызық, ұмытпайтын ешкім. Ең бақытты кезің ол мектептегі шағың. Джо High School, үздік білім орда, балалар әрқашан жетелейді алға. Ұбытымен шетелге озық бағдарлама, бірінші бол әрқашан қатарыңнан қалма. Ставкілер кеше тіккен шығармады бірінде, мұны менен тоқтамаймын кетпейді менің түгімде. 2 есе шығарам деп ұтылғанымды, міне не сатып алып келдім бүгінде. Бұл команда жеңеді деп қарамадым ай, бәрі шығып соңғы ойынның қадағанын ай. 100 коэффициент шығарғанда болар еді керемет, бүйтетінін білгенде сатып жіберу керек еді. Больше алам деп менші алдым байқамай, қадалып қалып үйге тұрмын қайталмай. Досым қарызға ақша бере тұр, жыбы міне не шығып тұр. Сен жыбы деп зыбы болдың ғой, қойсай жондайыңды. Ал жігіттер айтыңдар, желание бар ма картаға? Вход бірақ 10 мыңмен кіресіңдер ортаға. Болды теңе алмайсың, ақшаң жоқ қой білемін. Не үшін теңе алмаймын, көлігімді тігемін. Стористен әртүрлі жарнамалар көріп ем, оңай ақша тауып жүрмін дегендерге еріп ем. Бар ақшамнан айрылып жүрмін қазір қарызда, онлайн ойындардан ұтамын деп сеніп ем. Жеңілмейді ешқашан құмар ойындар, түбіңе жетер бір күні дереу қойыңдар. Тыңда мені ал балам, ақылымды жай ғана, мұндай ойын түрлерімен байимын деп ойлама. Адалдан таб ақшаңды есте сақта, әрқашан құмар ойын ойнайым деп тағдырыңмен ойнама. Жеңілмейді ешқашан құмар ойындар, түбіңе жетер бір күні дереу қойыңдар. Ушуынан қаланың мен шаршап келдім ауылға, студент көп общагадан өз үйімді сағына. Үйге келсем әкем жатыр теледидар алдында, анам болса тамақ істеп мен келет деп тағы да. Кеп қалдың ба балам ау, сен келет деп қаладан, тамақ істеп салаттың да аузын аштым жаңадан. Білем үйде түрлі көп, не істеу керек айтыңдар, саған жұмыс жоқ үйде демала бер балам, бәрін өзім тындырам. Рас па мама, демала бер балам, хотя бы дастархан өзім жинай салам. Рас па мама, жата берші ботам. Серьезно мамам, әй жата берші дейм саған. Мына малбас тұрмай ма, үйде тірлік қылмай ма, отын жарып огородтың шөпшалаңын жұлмай ма? Өзің айтшы әкесі, мына балаң тыңдай ма? Әй ертерек тұрмайсың ба, сағат 1 болды ғой, көтіге көтіскеші ұйықтайсың ба? Тұрды мама, магазинге барып кел. Тұрды мама, көршіден сол алып кел.
Айтшы папа, сағат әлі 9 ғой. Бара берші балам, мен де жұмсап жүрмін мамам. Мен бұлай ойлайым, тең келмейтін алтынға. Сені уайымдайтын ыстық суық салқында. Жұмсап жатса көмектес, айтқанын қыл бартыңда. Мама, сені жақсы көрем дәл осындай қалпыңда. Қасындамын баланың, күндіз түні қарадым. Үйде отырған шыға алмай, декреттегі анамын. Бала шағаның барында, ұйқысыз аттар таңымда. Тағы үйдің тірлігі бар босамайды қолымда. Шашымды да тарамай, салонға да бара алмай. Декретте отырғанда өзіме кеттім қарамай. Күйеуім кеп, көмектесе ма десе маған. Шашадым деп, телефон қарап жатады бұл арам. Қаншама рет, айтсам да жүр мүлде тыңдамай. Болғанда қарау керек, бұл да болып кетті бір балам. Қанша күнгі арманым, бір демала алмадым. Қыдырам деп алып қойдым пособиядан қалғанын. Жұмыстың ашығасың деген сөзге сенемде. Қайта кетем декретке енді бітті дегенде. Әй сен декретте бос отыра бермей бірдеңемен айналыссайшы. Айналайын, әжетханаға баруға уақыт жоқ, қойша. Еңбегің бәрі бағалар, үйінің бағы саналар. Бар құрметке лайықты декреттегі аналар. Қонжық жөргек, жайлы бұлар балаға. Ең сенімді, көмекші ол анаға. Біз отандық, қолданайық өнімді. Сатып алсаң Грузияға ойнатылар жолдама.